Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге ең оңай тойбастар, бұл кесенің оберткасы. Соны жасайтын боламыз. Видеоны толықтай қарап шығыңыздар. Ең бірінші бізге керекті заттарды айтып кетейін. Бұл бізде супер глянцевая фотобумага, 160 граммдығы, содан кейін клей және қайшы. Және бізге кесе қажет. Кесе бұл шай құятын простой ақ кесе. Мен алдын ала осы шаблонды шығарып алдым. Енді осыны сызық бойынша қиямыз. Тек ана екі басындағы сызықтарды қимасаңыздар да болады. Сол кезде оңай клейленеді. Өздеріңіз көргендей шаблонды қию өте оңай. Енді осы екі жағынан бүктеп майыстырамыз. Кесеге осылай келтіріп аламыз және астын қазір бумажный клеймен клейлейміз. Клейлеп болғаннан кейін осылай ақырындап кесені оберткасына кигіземіз. Кигізу барысында өте мұқият болыңыздар, обертканы жыртып алмаңыздар. Және сіздердің кеселеріңіз неғұрлым кішкентай болса, соғұрлым оңай кіргізіледі. Міне бізде барлығы дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазып және тіркеліп кетіңіздер. Егер дәл осындай шаблондарды тегін алғыларыңыз келсе, онда менің арныма тіркеліп қойыңыздар. Тек менің тіркелушілерім ғана көретін тегін шаблон атты видеомда тегін шаблондарға ссылка бар.